Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 6-шы дәрістің тақырыбы Қазақстанда аудандастырылған жеміс дақылдар сорттарының сипаттамасы. Қарастырылатын сұрақтар: Қазақстанда аудандастырылған жеміс дақылдар сорттарының сипаттамасы, екінші алманың жаздық-күздік сорттары, үшінші алмұрттың жаздық-күздік сорттары. Қазақстанда аудандастырылған жеміс дақылдар сорттарының сипаттамасы: жеміс-жидек өсірілетін шаруашылықта мол өнім алу үшін сортқа ерекше мән беру керек. Мичуриннің айтуы бойынша, әрбір жеміс ағашының жыл сайын өнім беру қабілеті бағалы сорты, сапасы қасиеттерінің бірі деп атап көрсетті. Сорттар дұрыс аудандастырылса, олардың өнімі 1,5-2 есе артады. Сондай-ақ бақ отырғызарда сорттарды дұрыс таңдай білудің де маңызы зор. Табиғи жағдайлар мен бақ өсіруге қолайлы жағынан Қазақстан жері 3 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ оңтүстік аймақ, өнеркәсіптік бақ және жүзім шаруашылығы үшін өте қолайлы. Оған Алматы, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Талдықорған, Қызылорда облыстары жатады. Екінші батыс аймақта өнеркәсіптік бақ шаруашылығы және тұтынуға арналған жүзім өсіру үшін қолайлы. Бұған батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау облыстары жатады. Үшінші аймақ солтүстік және солтүстік шығыс аймақтың табиғи жағдайлары жеміс бағы мен жүзімдік өсіруге онша қолайлы емес. Мұнда тек тұтынуға арналған бақ қана өсіріледі. Бұған Қостанай, солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Ақмола, Қарағанды, Павлодар, шығыс Қазақстан және Семей облыстары жатады. Жеміс сорттары өздеріне ғана тән биологиялық ерекшеліктеріне ие болады. Оларға өнімді ерте, мол, ұзақ тіршілік етуі, суыққа төзімділігі, бөрікбастарының вегетациялық және жеміс беретін бұтақтарының түрлері, жемісінің дәмі, түсі, олардың өзара ерекшеліктері жатады. Осындай ерекшеліктеріне қарай, олардың сорттарын оңай ажыратуға және қажетті агрономиялық шаралар қолдануға болады. Қазақстанда өсірілетін алма мен алмұрт сорттары аталған ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа бөлінеді. Бірінші, ерте өнім беретін сорттар. Телінуші тұқымдардан көбейтілген сорттар отырғызылғаннан кейін 4-5 жылда жеміс салады. 10-12 жылда өнім бере бастайды. Оған Golden Delicious, Заря Алатауа, Ренет, Семеренко сияқты сорттар жатқызуға болады. Орташа мерзімде өнім беретін сорттар отырғызғаннан кейін 6-7 жылда өнім бере бастайды. 12-15 жылда жемісті мол салады. Бұған Белый налив, Апорт, Мельба, Алматинский, Салтанат деген, Лесная красавица, Талгарская красавица тағы басқа сорттар жатады. Кеш өнім беретін сорттар отырғызғаннан кейін 10-12 жылда өнім бере бастайды. 18-20 жыл өнімді мол береді. Оған Розмарин белый, Кандил синап, Сары синап сияқты алма түрлері жатады. Алманың жаздық-күздік сорттары. Алма дақылының латын атауы Малюс доместис, болған Малис деген тұқым атауы, доместика деген мәдени үй жағдайында өсірілетін алма деген мағынаны білдіреді. Алма дақылдарының пайдалануға рұқсат етілген сорттары. Бірінші, Белый налив. Орыс алмасының ескіден келе жатқан сорты Қазақстанның оңтүстік Қазақстанда, Қызылорда облыстарында пайдалануға рұқсат етілген. Ағашының биіктігі орташа, діңгегіне түзілген бөрікбасы тығыз, суыққа төзімді, жас бұталардың түсі ашық қоңыр. Отырғызылғаннан кейін 6-7 жылда жеміс сала бастайды. Әрбір ағаш орташа есеппен 100-165 кг алма алынады. Жемісінің орташа салмағы 70-80 грамм. Түсі жасылдау, ақшыл сары. Келесі, пеструшка. Жергілікті сорт Алматы, Қызылорда, шығыс Қазақстан облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Суыққа төзімді және қуаңшылыққа төзімді. Ағаштарды отырғызғаннан кейін 6-8 жылда жеміс бере бастайды. Жемісінің орта есеппен өнімі 180 кг өнім береді. Жемісінің орташа мөлшері 100-110 грамм. Қабығы сары, жалпақ қызғылт жорақтары және жеке-жеке орналасқан теңбілдері бар. Сырты тегіс. Мельба, канадалық сорт. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан облыстарында пайдалануға рұқсат берген. Ағаштары орташа өседі, суыққа төзімді,
бөрікбасы ағашының жас жағына сопақша, ал жеміс берген уақытта аумақты кең болады. Жемісті 6-7 жылда салады, жыл сайын өнім береді. Өнімділігі орташа есеппен 75-100 килограмм. Жемісінің өлшем орташа 130 грамм, түсі көкшіл сары, қызыл, шырынды, қышқылтық дәмі бар, өзіне тән хош иісі бар. Келесі күздік сорттар алманың. Ренет Бухарда Никиталық ботаникалық бағында шығарылған сорт. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Жемісі 6-7 жылда салады, жыл сайын өнім береді. Өнімділігі орташа есеппен жеміс ағашының 140-160 килограммына шаққанда. Жемісінің орташа мөлшері 100 грамм. Домалақтау, түсі сары, тасымалдауға қолайлы, жұмсағы ақ, сарғыштау, тығыз, шырынды, хош иісті, қышқылтым дәмі бар. Ренет Казахстанский Қазақ жеміс және жүзім шаруашылық ғылыми зерттеу институтында Ренет Бухарда және сортымен будандастыру жолымен алынған. Алматы, Жамбыл облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштары орташа өседі, бөрікбасы қомақты, дөңгелек, тығыздығы орташа, суыққа төзімді. Жемісті 5-6 жылда салады. Өнімділігі орташа есеппен жеміс ағашының 100-120 килограммна тең. Жемісі ірі 140-160 грамм. Түсі сары, сәл қызғылт реңді. Жұмсағы тығыз, аздап түйіршікті, дәмі қышқылтым. Жемісті көп ұзақ уақыт сақталады жемісі. Слабы победителі Мелевский бақ тәжірибе станциясына папировка сортының Мекештон сортымен будандастыру жолымен шығарылған. Қазақстанда Талдықорған өңірінде пайдалануға рұқсат етілген. Ағаштары өте биік, бөрікбасы кең пирамидалы, суыққа төзімді. Мильтон американдық сорт. Қазақстанда Алматы, Жамбыл облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштары өскелең, бөрікбасы қомақты, дөңгелек, өте қалың, суыққа төзімді. Бұтақшалары қызғылт қоңыр түсті. Жемісі отырғызғаннан кейін 7-8 жылда салады. Өнімі мол, жыл сайын береді. Өнімділігі орташа есеппен әрбір жеміс ағашының 110-240 килограмм құрайды. Жемісінің орташа өлшемі 140 грамм. Сопақша, түсі бүтіндей дерлік, қызыл қоңыр, жұмсақ аппақ, нәзік, шырынды, ұсақ түйіршікті, қышқылтым дәмі бар, хош иісті. Енді алманың күздік қыстық сорттары. Апорт ескі, тегі белгісіз сорт. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс облыстарында және шығыс Қазақстан облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Бұл таулы, суармалы аудандар үшін ең бағалы сорттың бірі. Бөрікбасы сирек, дөңгелек аумақты. Өнімді көбінесе шет жағына орналасқан ұзын бұтақшалары береді. Жазық аймақта және тау етегінде суыққа шыдамсыз, ал тау бөктерінде таулы аймақта суыққа төзімділігі жақсы. Жемісті отырғызғаннан кейін 7-8 жылда береді. Өнімділігі орташа есеппен әрбір жеміс ағашының 100-150 килограммында. Алмасы өте ірі, 250 грамм, түсі әдемі болады. Жұмсағы ақшыл жасылдау, ортасы түйіршікті, нәзік шырынды, қышқылтым тәтті, өзіне тән хош иісі бар. Қазақстанның бақ шаруашылығында екі түрі өседі. Апорт Александр және апорт Красноваты Красный, Заря Алатау. Сорт Қазақстанның жеміс және жүзім шаруашылық ғылыми зерттеу институтында Ренет Орлеанский сортының екпе көшеттерінен шығарылған. Алматы, Жамбыл облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштардың бөрікбасы кең пирамидалы, өте тығыз емес, суыққа төзімдігі орташа. Ағашы отырғызылғаннан кейін 5-6 жылда жеміс бере бастайды. Жыл сайын өнім береді. Өнімділігі орташа есеппен 50-100 килограммға келеді. Жемісінің орташа көлемі 100 грамм. Дөңгелек конус формалы, сарғылт жасыл түсті, қызыл қоңыр реңді, жұмсағы тығыз, хош иісті, қышқылтым дәмі бар. Румянка Алматинская сорт. Қазақ жеміс және жүзім шаруашылық ғылыми зерттеу институтында Зеленка Буда сортының екпе көшеттерінен алынған.
Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарында пайдалануға берілген. Ағаштары өскелең, бөрікбас сопақ, дөңгелек қою, суыққа өте төзімді. Жемісі отырғызылғаннан кейін 4-5 жылда салады. Келесі салтанат сорты. Сорт қазақстандық жеміс және жүзім шаруашылығы институтында Ренет Бұхарда сортының екпе көшеттерінен шығарылған. Ағаштары өскелең, бөрікбасы сопақша, суыққа төзімді. Жемісті отырғызғаннан кейін 5-6 жылда салады. Орташа есеппен әр ағаш 40-60 килограмм өнім береді. Алмасы ірі 170 грамм. Тайпақтау, жасылдау сары. Жұмсағының тығыздығы орташа, ұсақ түйіршікті, қышқыл дәмді, шырынды. Зайленская сорт Қазақтың жеміс және жүзім шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында белгісіз сорттардың екпе көшеттерінен шығарылған. Қазақстанның оңтүстік шығыс облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштары аласа, бөрікбасы жинақы, суыққа шыдамды. Жемісті ерте отырғызғаннан кейін 3-4 жылда салады. Өнімді жыл сайын береді. Әрбір жеміс ағашының орташа есеппен 160-190 килограмм өнім алынады. Алмасының өлшемі орташа және ортадан жоғары. Сарғыштау жасыл, қызыл, қоңыр түсті күңгірт сызықтары бар. Жұмсағы жасылдау, нәзік, шырынды, қышқыл дәмді. Грушевка жергілікті қазақстандық сорт. Жамбыл, Қызылорда облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштары орташа өседі, бөрікбасы дөңгелек, өте қалың, суыққа төзімділігі нашар. Жемісті отырғызғаннан кейін 6-7 жылда салады. Өнімді жыл сайын бермейді. Өнімділігі әрбір ағаштан 40-50 килограмм жеміс береді. Өлшемі орташа 80 грамм. Домалақ, тегіс, түсі бүтіндей дерлік қызыл қоңыр. Қабығының астында айқын белгіленіп тұратын сарғылт қызыл нүктелер болады. Жұмсағы ақшыл, ақ қызғылт, шырынды, дәмі қышқылтым дәмді. Келесі Golden Delicious американдық сорт. Алматы, оңтүстік Қазақстан облыстарында пайдалануға рұқсат берілген. Ағаштарының өсуі күші орташа, бөрікбасы сопақша, онша тығыз емес, суыққа төзімділігі орташа. Жемісті отырғызғаннан кейін 5-6 жылда салады. Өнімді жыл сайын береді. Орташа өнімділігі ағаштан 40-150 килограмм құрайды. Алмасының орташа өлшемі 110-140 грамм. Келесі алмұрт. Алмұрттың латынша атауы Purus Dominik. Purus тұқымдас атауы Доминик жай кәдімгі деген мағына береді. Мәдени алмұрттың толық ғылыми атауы. Алмұрттың жаздық сорттары және күздік сорттары бар. Күздік сорты Лесная красавица, бельгиялық сорт, Қазақстанның оңтүстік шығыс аудандарында аудандастырылған. Ағаштары өте өскелең, кронды, кең пирамидалы, қою орташа және суыққа төзімді. Жеміс отырғызғаннан кейін 5-6 жылда өнім салады. Әрбір ағаштан орташа есеппен 170-200 килограмм алмұрт алынады. Алмұрттың салмағы едәуір 150-180 грамм. Келесі Талгарская красавица. Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы институтына Лесная красавица сортының екпе шөптерінен алынған. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыстарында аудандастырылған. Ағаштарының биіктігі орташа, крондары пирамидалы, тығыздылығы орташа, суыққа төзімді. Жемісті жыл сайын мол салады. Отырғызғаннан кейін 5-7 жылда өнім береді. Әрбір жеміс ағашының орташа есеппен 140-280 килограмм өнім алуға болады. Лесная красавица сортынан 2-3 апта кеш піседі. Жемісі ірі 170 грамм. Пішіні шөлмек тәрізді, түсі сарғылт, жасыл, ашық реңі бар. Жұмсағы ақшыл сары, тығыз шырынды, дәмі тәтті. Күзгі сорттар ароматный. Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы институтының алмұртының Лесная красавица сортының екпе көшеттерінен шығарылған. Жамбыл, оңтүстік Қазақстандарында аудандастырылған. Ағаштары өте биік, крондары кең пирамидалы, қою, суыққа шыдамдылығы орташа. Дәрісті қорытындылай келе, жеміс шаруашылығы сорт таңдау әрі мол сапалы өнім алудың негізгі шарты. Алма мен алмұрттың әр аймаққа бейімделген сорттарын өсіру арқылы
өнімділікті 1,5-2 есе арттыруға болады. Дұрыс таңдаған сорттар тек өнім сапасын жақсартып қана қоймай, климат жағдайларында төзімді, ауруларға қарсы тұрақты, ұзақ сақталатын жеміс береді. Сондықтан агрономияда сорттық саясат пен ғылыми селекцияның рөлі ерекше. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап берулеріңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.